Армысыздар қадірлі көрермен, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда мен Аяулым Көлжігіт және әріптесім Болбол Қалнырқызы. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. 1 қаңтардан бастап конституциялық заңдар тек парламенттің бірлескен отырысында қаралады. Бүгін қос палата парламенттің регламентін бекітті. Интернеті нашар байланыс операторлары 1 миллиард теңгеден астам айыппұл арқалады. Қомақты қаржы төлесе де, елде ғаламтор жылдамдығы неге нашар? Цифрлық даму министрі Бағдат Мусин депутаттардан неге сөз естіп жүр? Мәжілісмендердің басын айналдыратындай ведомство басшысы не істеп қойды? Өмір Серікбекұлының бейнематериалынан біліңіз. Түркістан облысында заңсыз қару жарақ тасыған ер адам ұсталды. Жас жігітке атыс қарулары не үшін қажет болған? Алматы облысындағы екі ауылды жалғайтын ескі көпірдің құрылысы қашан аяқталды? Қалың ел қыл көпір деп атап кеткен өткелден зардап шеккендер бар ма? Жергілікті жұрттың шағымы тыңдала ма? Толығырақ мен, Әлібек Шынтемір, анықтап келдім. 1 қаңтардан бастап конституциялық заңдар тек парламенттің бірлескен отырысында қаралады. Бүгін қос палата парламенттің регламентін бекітті. Енді конституциялық заңдардың жобалары бойынша кемінде 2 оқылым өткізу міндетті болады. Ол парламент мәжілісінде тіркеледі. Заң жобасының көшірмесі 2 күннен аспайтын мерзімде Сенатқа жіберіледі. Сенат пен мәжілістің бірлескен осындай отырыстарда конституциялық заңдар қабылданады. Одан кейін жаңағы үкіметпен жедел заңдар деген қазір конституцияда бар ғой. Сондай заңдарды парламент 2 палатаның отырысына қарайды. Сенатсыз парламенттің жұмысы жасалынбайды. Сондай-ақ келесі жылдан бастап халықтың өмірі мен денсаулығына, конституциялық құрылысқа, қоғамдық тәртіпті қорғауға, елдің экономикалық қауіпсіздігіне қатер төндіретін жағдайларға жедел ден қою мақсатында үкіметтің заңнамалық бастамасы тәртібімен енгізілген заң жобалары дереу қабылданады. Ондай заң жобасы мәжілісте тіркеледі. Мәжіліс төрағасы парламент палаталарының бірлескен отырысын заң жобасы келіп түскен күннен кейінгі келесі жұмыс күннен кешіктірмей шақырады. Бірлескен отырыста үкіметтің өкілі баяндама жасайды. Содан кейін депутаттарға баяндамашыға сұрақ қою және жарыс сөзде сөйлеуге үшін сөз ұсынылады. Қажет болған жағдайда заң жобасын қарау үшін парламент палаталарының бірлескен комиссиясы құрылуы мүмкін. Бұл депутаттарға заң жобасы бойынша өз ұсыныстары мен ескертулерін енгізуге мүмкін береді. Енді 1 айдан соң елімізде конституциялық сот жұмысын бастайды. Биліктің сот тармағына жатпайтын бірегей органға кез келген азамат өз сауалын жолдай алады. Бас прокурор мен адам құқығы жөніндегі уәкілде оған жүгіне алады. Конституциялық соттың жұмыс істеу бағыты бүгін Астанадағы халықаралық конференцияда талқыланды. Басқосуға заңды әзірлеушілер, мәжіліс депутаттары мен сарапшылар қатысты. Сөздерінше, конституциялық сотқа келіп түскен өтініштер 5 кезеңмен қаралады. Негізгі мақсат заң ережелерінің қатаң сақталуын қамтамасыз ете отырып, азаматтардың конституциялық бақылауға қолжетімділігін қалыптастыру дейді мамандар. Қарапайым өзіміздің азаматтар, немесе бас прокуратура, немесе адам құқықтар жөніндегі уәкіл, уполномоченный по правам человека дейді ғой. Егер қолданыстағы қандай да бір заңнамалық актілердің конституция қарама қайшылығын анықтаса, онда тікелей өздері немесе жалдаған заңгерлер арқылы, адвокаттар арқылы конституциялық сотқа жүгініп, сол заңның заңсыз екендігін анықтап, сонда шешім шығартуға болады. Қазақстанда интернетімен байланысы тым нашар операторлар 1 миллиард 264 миллион теңге айыппұл төлеген. Цифрлық даму министрі Бағдат Мусин ғаламторға жауапты компаниялар қомақты айыппұл төлеп қана қоймай, 700-ден астам базалық станция орнатты деп ағынан жарылып отыр. Ал мәжіліс депутаттары ауылдық жерлердегі интернеттің әлі күнге дейін нашар екенін айтып жатыр. Қабылданып жатқан бағдарламалардың тиімсіз екенін айтқан мәжіліс депутаттары министрге не үшін шүйлікті? Өмір Серікбекұлы толығырақ тарқатады.
Бүгін үкімет сағатында цифрлық даму министрі Бағдат Мусин депутаттардың алдында әбден теріледі. Мәжілісмендер кезек-кезек сұрақтың астына алып, шенеунікті тығырыққа тіреді. Алғашында Бағдат Мусиннің баяндамасы жақсы басталған еді. Нашар интернет үшін байланыс операторларына миллиардтаған айыппұл салдым деп мақтанғандай болды. Баяндама оқылып біте салысымен сұрақтар сериясы басталды. Мектептегі ғаламтор жылдамдығы тасбақаның жүрісі секілді деген депутат Юлия Кучинская осындай жылдамдықпен оқушылар планшетті қалай қолданады деген мәселені көтерді. В школах негізі бюджеттен мектептегі интернетке қаражат бөлініп жатыр. Мысалы ақша 20 мегабитке берілсе, оны мектеп директоры үнемдеп 8 мегабитке төлейтінін анықтадық. Енді осындай жағдайлар қайталанбас үшін жергілікті әкімдіктегілерге мектеп ішінде бірнеше Wi-Fi роутер орнатылуын қадағалауды тапсырдық. Депутаттар мектептердегі интернеттен бөлек елді мекендердің ғаламторы туралы сауал қойды. Әр сұраққа ұзақ жауап берген министрдің қылығы депутат Еділ Жаңбыршиннің шамына тигендей. Кезегі келгенде министрге басымызды айналдырмай нақты жауап беріңіз деп қойып қалды. Сіз асықпай, аптықпай, қысқа және нұсқа жауап беріңіз. Біздің уақытымызды алмаңыз бұл жерде. Бұл жерде ешкім ойнап отқан жоқпыз. Сондықтан сіздерге нақты сұрақ береді, нақты жауап беріңіздер. Зет мынау, басын бастайсыз, аяғы жоқ, адам басын забалтып етесіздер. Дәл осындай ескертпеден кейін депутат туризм инфрақұрылымдарындағы байланыс туралы сұрақ қойды. Яғни түрлі қорықтар мен ұлттық парктерде байланыс болмайды дейді. Адам ауырып, көлік бұзылғанда көмек шақыра алмайды. Осы мәселе қалай шешіліп жатыр деген сауалға Бағдат Мусин былай деді. туристік нысандар 27 жылға дейін толығымен интернетпен қамтылған болады, бірақ ұлттық жоба, яғни ұлттық жоба талқыланып бекітілген болса, қаражат бөлінген болса, туристік нысандар барлығы интернетпен қамтамасыз етілетін болады. Осылайша мәжіліс депутаттары 2,5 сағат бойы цифрлық даму министрі Бағдат Мусинді сұрақтың астын алып бірнеше рет сынап та алды. Мәжілісмендер жауапты ведомствоға барлық салада байланысты ретке келтіріп, интернет жылдамдығын жеделдетуді ұсынып отыр. Жиынға қатысушылар ертең кешке дейін экономикалық реформа және өңірлік даму комитетіне өз ұсыныстарын жеткізетін болып тарқасты. Өмір Серікбекұлы, Данияр Омар, Алматы телеарнасы, Астана. Ал келер жылдан бастап елімізде отбасының цифрлық картасы жобасы іске асырыла бастайды. Бастама биыл пилоттық режимде қолданылған, аз уақыттың ішінде 12 мыңнан аса адамға 10 мемлекеттік қызмет түрі көрсетіліпті. Бұл туралы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі мәлімдеді. Ербол Оспановтың айтуынша, жоба отбасының әл-ауқатын автоматты түрде анықтауға, мемлекеттік кепілдіктерді белсенді түрде ұсынуға мүмкіндік береді. Цифрлық картаны жасауда 5 бағыт негізге алынады деді министрлік өкілі. Ол отбасының экономикалық және әлеуметтік жағдайы, денсаулық, білім және баспанамен қамтылуы. Соның негізінде отбасының портреті жасалып, қандай санатқа жататыны анықталады. Биыл жобаның нәтижесін көріп отырмыз. Оң екен, бірінші қаңтардан бастап 23-24 жылдары мына біздің еңбек және халықтық әлеуметтік қорғау министрлігі, оқу ағарту министрлігі және денсаулық сақтау министрліктерінің қызметтерін осы форматқа кезең-кезеңмен ауыстыру жоспарланып отыр. Жалпы 25 жылдан бастап халыққа, азаматтарға, жанұяға қатысты мемлекеттік қызметтердің барлығын осы форматқа ауыстыру жоспарланып отыр. Қазақстандық журналист Михаил Казачков ұсталды. Қаржы мониторинг агенттігінің мәлімдеуінше, Казачков қылмыстық топ құрған Елдос Қоспаевқа рейдерлік әрекет ету үшін астыртын көмектескен деген күдік келінген. Сондай-ақ ол керекті ақпараттарға қол жеткізіп отыру үшін бұл іске құқық қорғау органдарында көп жылдық тәжірибесі бар жолдасы Бұрхан Жансейітовті тартқан. Тергеу нәтижесінде олардың қылмыстық топтың белсенді мүшелерінен 52 миллион теңге ақша алғаны дәлелденіпті. Агенттік журналистің заңға қайшы бірқатар әрекеттерін әшкерелей келе, оның және досы Жансейітовтің құқық қорғау қызметкерлерінің жұмысына кедергі келтіргенде мәлімдеген. Есентай Сити жобасындағы үлесті рейдерлік басып алу пиғылын іске асыру үшін Казачков Әбдіғаппаровтың беделін түсіретін бір қатар мақалалар жариялады. Бұл ретте журналист бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң талаптарын өрескел бұзды. Өйткені кейбір жағдайларда ол көрнеу жалған мәліметтерді, сондай-ақ банктік, отбасылық және басқа да заңмен қорғалатын құпияға қатысты деректерді таратты.
Заңсыз қару-жарақ тасыған Кентау тұрғыны ұсталды. Түркістан облысының полицейлері түнгі уақытта қала көшелерінің бірінде күдік тудырған автокөлікті тоқтатқан. Тексеріс кезінде салоннан 2 шолақ мылтық пен 1 винчестер тәркіленді. Заттай дәлелдер сараптамаға жолданып, қылмыстық кодекстің қаруды заңсыз иемдену, өткізу, сақтау, тасымалдау дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталған. Жас жігітке атыс қарулары не үшін керек болғаны анықталып жатыр. Ал Атырау облысында құрамында есірткі бар өсімдіктерді өсірген ер адам ұсталды. Жергілікті полиция қызметкерлерінің мәлімдеуінше 36 жастағы тұрғын заңсыз әрекетпен Махамбет ауданы Бейбарыс ауылындағы шаруа қожалығында айналысқан. Тінту кезінде тәртіп сақшылары 2 пакетке оралған 7 қара сора бұтасы мен 4 келі марихуана тәркіледі. Қазір бұл іске қатысты сот алды тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Бұйыл желтоқсан оқиғасына 36 жыл толды. Осыған орай желтоқсан желі желпіп өткен Басталаңда Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаев тәуелсіздік монументіне гүл шоқтарын қойды. Салтанатты рәсімге қала тұрғындары, ардагерлер мен қоғамдық ұйымдардың, этномәдени бірлестіктердің өкілдері 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына қатысқандар келді. Олар ызғарлы күнде ерлікпен құрбан болған боздақтарды 1 минут үнсіздікпен еске алып тағзым етті. Осында тәуелсіз келу үшін қаншама қазағымыз, мыңдаған миллиондаған қазағымыз дүниеден озды. Осы тәуелсіздікті сақтап, қорғап, соны әрғай дамытуға үлес қосу әр адамның парызы деп санаймын. Желтоқсаншылардың айтуынша мемлекеттен оқиғаға деген көзқарас өзгерген. Әкімдік тарапынан да біршама қолдаулар көрсетілуде дейді. 35 жылдығымызда желтоқсан саябағын Түрксіб ауданында 117 гектар саябақ ашты. Ол да қуанарлық жағдай. Ол жерде балаларымыз да барып, келешекте жастар барып, сол жерге барып еске алып отырса. Желтоқсан оқиғасының құрбандарын еске алу үшін тәуелсіздік таңы монументіне жиналғандар да болды. Салтанатты шараға қала әкімдігінің өкілдері, желтоқсан оқиғасына қатысушылар мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері қатысты. Олар тәуелсіздік жолында жанын берген жастардың рухына тағзым етіп гүл шоқтарын қойды. Еске алу шарасы желтоқсан оқиғасының 36 жылдығына арналды. 16 желтоқсанда тәуелсіздік күн деп жариялады, 17 желтоқсанда енді алып тастады ғой. Сондықтан мен өзімнің ұсынысым 17 желтоқсанды желтоқсаншылардың құрбан болған күні деп атауға мен сондай ұсыныс жасағым келіп, өзім әріптестеріме сондай ұсыныс жасап жатырмын. Алматыда жас мобилографтарға арналған Movie Making байқауы қорытындыланды. Жас гала шаралар кешен аясында жүзеге асқан сайысқа еліміздің түкпір-түкпірінен 100-ден аса видеограф қатысқан. Алайда олардың ішіндегі тек 20-сы іріктеліп алынып, оларға жүлделі сыйлықтар тапсырылды. Ең үздік деп танылған 3 авторға дрон тарту етілді. Байқаудың ұйымдастырылуына қалалық жастар саясаты басқармасы қолдау көрсеткен. Өзімде кішкентай жас кезде видеограф болдық, видеоға түсіріп жүрдік, осындай нәрселер болмады сол кезде. Дрон сатып алғымыз келді, ақшамыз жетпеді, біреу поддержка берсе екен деп сөйтіп күтіп жүрдік. Мысалы, сол бір үлкен мүмкіндік жастарға, видео саласында мобилограф болып жүрген жастарға өз видеоларын түсіріп, бізге жіберіп, бір сайыс қойды. Байқау шартына сәйкес үміткерлер тәуелсіздік, туған жер және Қазақстан табиғаты атты тақырыптар бойынша шағын видео түсіру керек. Додада бағын сынап өңірлерден де келіп қатысқандар аз емес. Бұдан бөлек іс-шара барысында белгілі мобилографтар жастарға мастер-класстар көрсетіп, тәжірибелерін бөлісті. Бүгінгі дайындап келген тақырыбым туған жер. Қызылорда облысы бойынша түсірдім видеолардың бәрін. Сол, енді негізгі мақсатым көру, қатысу, үйрену, бағымды сынап көру ғой. Шыны керек Қызылордада күн өте суық болды. Почти 1:07 мен шынын айтсам жаяу бүткіл қаланы аралап, енді қиындықтар болды.
Алматы қаласын дамытудың жаңа бағдарламасы бекітілді. 2025 жылға дейін құрылған жоспармен 2030-ға дейінгі орта мерзімді перспективалар негізінен 9 жол картасынан тұрады. Олар Алматының полицентрлік дамуы мен қоғамдық көлік байланысы, қауіпсіз қала қағидасы және жасыл Алматы жобасы. Сондай-ақ аталған бағдарламада мегаполистегі инклюзивті орта, білім және медицинамен қатар мәдениет пен спортты қолдауға да көңіл бөлінген. Ал 16 жобадан тұратын тұрақты экономикалық өсім бағытының аясында жаңа 60 жекеменшік кәсіпорын іске қосылады деп күтіледі. Айта кетейік, аталған жол карталарының орындалуы қала бюджеті есебінен қаржыландырылып отыр. Құрметті көрермен, жаңалықтардың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Алматы облысындағы екі ауылды жалғайтын ескі көпірдің құрылысы қашан аяқталды? Қалың ел қыл көпір деп атап кеткен өткелден зардап шеккендер бар ма? Жергілікті жұрттың шағымы тыңдала ма? Толығырақ мен Әлібек Шынтемір анықтап келдім. Елімізде соңғы бір айда коронавирус жұқтыру дерегі көбейген. Дерттің дендеуіне не себеп? Бүгін елімізде ұмай әйелдер ипотекасына өтінім қабылдау басталды. Бағдарламаның ерекшелігі неде? Жаңалықтарды жалғастырамыз. Қыл көпірден құтылдық. Осылай деген Алматы облысы Көктал ауылының тұрғындары екі ауылды жалғайтын ескі өткелдің жаңарғанын айтып қуанып отыр. Елді мекен халқы осыдан 3 ай бұрын тозығы жеткен көпірден әзер өтеміз деп арнамызға сұхбат берген еді. Ауыл адамдарының сөзінше көпір құрылысының жұмысы сол көпшіліктің арызынан кейін басталған. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Бұл көкталдықтардың көңілін көптетіп, екі ауылды жалғайтын ескі көпірдің қазіргі жаңаша көрінісі. Жергілікті жұрт жиі шағым айтқасын билік басындағылар жасап берген екен. Ауыл арасын жалғайтын жалғыз жолдың тозығы жеткенін жұрт жиі айтып келіпті. 2000-ға жуық халқы бар ауылдың мектеп баласы да дәл осы көпірден қорқа өтетін деген еді тұрғындар. Ескі көпірде жол өте қиын жүруге. Өзімізде талай өтіп жүрдік. Осы мәселені көтербек. Міне жаңа көпіріміз пайда болды. Жолымыз жақсы. Арызын айтқан ауыл адамдары қалаға қатынайтын жалғыз жолдан өту үшін тіпті көлікті де осында қалдырып кететіндерін айтқан болатын. Алматы ТВ арнасына көп рахмет. Осыны видеомызды көріп, бағалап, жаңа акиметтің адам шақырып жасатып беріп жатырсыздар. Енді кішкене көңіліміз орнына түскендей болды. Көпірдің құрылысы 2 айда аяқталады деген жергілікті билік көпір маңындағы жолдың да жөнделгенін айтады. Алайда әлі де кем тұстары барын жасырмады. Ол олқылықтар алдағы жылы толық аяқталады деп сендірді. Телевидение келіп түсірді. Енді оға дейін тендерға берілген. Бірақ енді жол бөлімінің бастығы және тұрғын үй шаруашылық бөлімінің бастығы да келіп осы жерге келіп айтып кеткен. 6 метр кәдімгі жолдың стандарты бойынша. И 1,20, 1,30 не жаяу жүргіншілерге арналған жол. Көпір қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін оған қоршау орнату да қарастырылыпты. Ал бетоннан құйылған көпір Қайнар ауылдық округіндегі Көктал ауылын басқалармен жалғайтын жалғыз жақын жол болып есептеледі. Әлібек Шынтемір, Әрсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы. Қарашада алдыңғы айлармен салыстырғанда коронавирус жұқтыру дерегі аптасына 453-тен 725-ке дейін өсті. Дегенмен ел азаматтары аурудан үй жағдайында емделіп жатыр дейді денсаулық сақтау вице-министрі. Жалпы дерттің қайта дендеуіне не себеп? Сұраққа жауап алу үшін нөмірі 36 қалалық емхананың дәрігері Рауан Нұркеновпен тікелей байланысқа қосылсақ. Рауан Ертайұлы, кеш жарық. Өсім байқалып жатыр. Бұның себебі неде деп айтар едіңіз? Рауан мырза. Қайырлы кеш, студия. Қазіргі таңда денсаулық сақтау министрлігінің айтуымен соңғы айлармен салыстырған кезде коронавирус инфекциясы 1,6 есеге өскен. Және де бұның басты бір себептерінің бірі қайтадан айналып келіп жатқан маусымдық коронавирус инфекциясының шамдары адамдарға, жаңағы халыққа иммундық жүйесінің толық қалпына келмеу сатысында соққы жасауына байланысты болып табылады. Және де қосымша айта кетерлік, ол жаңағы маусымдық тұмау және де ЖРВИ ауруларымен қосымша кездесуі. Егер де науқастардың қайсы бірінде жаңа жедел аурулар симптоматикасы пайда болса, олар емханаға немесе ауруханаға шағымдармен келіп, ПЦР тестін тапсырып, тіркелген коронавирус оқиғасы тізіміне кіріп, жаңағыда ем алуына рұқсат етіледі.
Коронавирустан басқа да инфекциялардың кең қарқын алып бара жатқанын байқап отырмыз ғой. Халық жай тұмаудың өзін әрең еңсеріп жатыр. Бұған не дейсіз? Жаңағыдай айта өткендей, маусымдық ЖРВИ және де тұмау ауруларының өзі қазіргі таңда коронавирус инфекциясымен араласып, тікелей сурет көрсетуде, бейне көрсетуде, яғни бұның ішінде қарапайым өзіміздің жылда ауыратын маусымдық тұмаудың өзі коронавирус тектес немесе коронавирус тұмау тектес болып кездесуі өте жиі кездесуі. Және де осы бағыт бойынша науқастарға жұмыстар жүргізіледі, жаңағыдай айқындау, бейнелеу жұмыстары, соның нәтижесінде науқастар ақпаратпен толық қамтылған болып табылады. Және де бұл аурулардың алдын алу үшін әлеуметтік орындарда қашықтық сақтау, жеке медициналық маскаларды кию болып табылады. Және де жеке бас гигиенасы, өзін-өзі қалай ұстау, жылы киініп жүру, осындай ауыспалы маусымда жылы киініп, жеке бас гигиенасын сақтау болып табылады. Жақсы, сауалдарымызға тұшымды ақпар бергеніңіз үшін рахмет. Құрметті көрермен, бізбен тікелей байланысқа шығып, пікір бөліскен жалпы тәжірибелік дәрігер қызметіндегі Рауан Нұркенов болатын. Біз жалғастырамыз. Бүгін елімізде ұмай әйелдер ипотекасына өтінім қабылдау басталды. Бағдарламаның басты ерекшелігі бастапқы жарна талап етілмейді. Ипотеканы алуға 18 жастан асқан барлық азаматша қатыса алады. Несие мөлшерлемесі 13,12%, мерзімі 25 жылға дейін беріледі. Пәтерді Қазақстанның кез келген қаласынан рәсімдеуге рұқсат берілген. Сондай-ақ жөндеу жұмыстарына да несие алу мүмкіндігі қарастырылған, ол 10 жыл мерзімге беріледі. Айта кетейік, өтінімдерді қабылдау желтоқсанның соңында аяқталады. Желтоқсан оқиғасына қатысушылар құрбан болған замандастарын еске алу мақсатында футболдан турнир ұйымдастырды. Олар аладоптың әуесқой түрімен айналысатын спортшылармен бақ сынасты. Бұл жолы футболды жүгіріп емес, жүріп ойнап жарысты. Бұл әсіресе егде жастағы азаматтардың спорттан қол үзіп қалмау үшін керемет мүмкіндік дейді ұйымдастырушылар. Жеңімпаз атанғандарға медальдар мен алғыс хаттар табысталды. Айта кетейік, бүгінде Алматыда желтоқсаншылар құрған 16 бірлестік жұмыс істейді. Тәуелсіздік мерекесі деп, мынау қыркүйек айынан бастап әртүрлі іс-шараларды өткізіп жатырмыз. Бүгіндегі енді өтіп жатқан іс-шарамыз сол басталған шаралардың жалғасы бүгінгі. Енді кеше өздеріңіз білесіздер, қаламызда, қаланың барлық аудандарында желтоқсан құрбандарына арналған ас беріліп, Құран бағышталды. Бүгінгі күн енді соның жалғасы. Алматыда мемлекет және қоғам қайраткері Дінмұхамед Қонаевтың 110 жылдығына арналған марафон өтті. Әуесқой спортшылар Қонаев қаласына дейін 75 шақырым жолды жаяу жүгіріп өтті. Ең жас қатысушы 14 жаста болса, ең үлкені 83 жаста. Командалық жарыста қатысушылар бір-бірін алмастырып отырды. Салауатты өмір салтын ұстануды мақсат еткен іс-шараны Қонаев атындағы халықаралық қоғамдық қор ұйымдастырды. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың биыл көп шараларын жасап жатырмыз. Волейболдан, бокстан, жекпе-жектен, күрестерден неше түрлі. Осы марафонмен қорытындыласақ деп отырмыз. Ол оңай емес. Мына марафон деген айтып отырмын ғой, үлкен кісілер мынандай күннің суықтығына қарамай, осы Құдай қаласа жүрейін деп жатыр. Постоянно себя поддерживаю я. Жасым 83-ке келсе де спорттан қол үзген емеспін. Өзімді шымыр, жеңіл сезінем. Марафонға жастармен бірге қатысып жатқаныма қуаныштымын. Көпшілікті бұқаралық спортта дамытуға шақырамын. Отандасымыз Әлихан Хажатұлы халықаралық шахмат турнирінде жеңіске жетті. 14 жасқа дейінгі балалар арасында ұйымдастырылған дода Біріккен Араб Әмірліктерінде өтті. Айтулы турнирге әлемнің 17 елінен 150 ойыншы қатысты. Жарыста ұпай швейцариялық жүйе бойынша есептелді. Айта кетейік, Қазақстанның атынан барған Әлихан Хажатұлының жасы 12-де. Ол шахматпен 7 жасынан айналысып келеді. 8 желтоқсан мен 16 желтоқсанға дейін өткен халықаралық Шарждағы кап турнирінен 9 турдан 8,5 очко жинап бірінші орын алдым. 9 ойыннан 8-ші ойында қиын болды. Украинамен ойнаған, номер 1.
Жаңа жыл алдындағы қымбатшылық биылда қалтаны қағып тұр. Елдегі мейрамханалардың бағасын айтпағанда, сауық кешенін ұйымдастыратын ивент агенттіктері қызметі 3 есеге өскен. Бұл туралы осы шаруамен айналысатын жекеменшік компания өкілдері хабарлады. Айтуларынша, дәл 31 желтоқсан күні Аяз ата мен Ақшақарды үйге шақырамын десеңіздер, төлем құны тағы да өседі екен. Ал базар сөрелеріндегі шырша жарқ-жұрқ еткен ойыншықтар. Тәттіге толы сыйлықтардың бағасы да көңіл көншітпейді. Биыл жаңажылдық сауданың орайы келмей тұр дейді. Саудамен айналысып жүргеніне біраз болған Ораз Мамасадықұлы. Айтуынша сөредегі ойыншықтар мен түрлі жарық шамдарын, шыршаға қажетті бұйымдарды 10 күн бұрын әкеліпті. Бірақ дәл бұрынғыдай қызған сауда жоқ дейді. Алдына келген халық болса, бағаға базынасын айтып кетеді екен. 25 мың шыршасын Алматыдан где-то 15 мың жоғары кетті. Жол қолменен, біздің жерге аренда төлейміз, анау дегендей сол сияқты. Елканың бағасы 25 мың теңгеден жоғары, кішкентай елкалар. Ары қарай кете береді 150 мыңға шейін, 250 мыңға шейін бар. Жаңа жыл жақындаған сайын Аяз ата мен Ақшақарға да сұраныс көп. Балалар аса күтетін қос кейіпкердің қызметі биыл біршама қымбаттаған. Бас қаладағы кеш ұйымдастыратын агенттіктердің бірі қазір қызмет құны орта есеппен 30%-ға өскенін айтты. Егер 30 желтоқсанда тапсырыс берілсе, онда 20 минуттық құттықтау сағат 3-ке дейін 17 мың теңге болады. Ал егер біз 31 желтоқсанда алсақ, онда баға 20 мың теңгеге дейін жетеді. Дәл мереке күніне неғұрлым кеш шақырту алсақ, қызмет құны соған сәйкес соғұрлым көп болады. Елде 2 жылдық пандемиядан соң мектептердегі жаңа жылдық ертеңгіліктерге рұқсат берілген. Ол 21 желтоқсаннан басталады. Астанада билет құны 1500 теңгеден 15 мың теңгеге дейін барады. Өткізу орны мен шоу бағдарламасына байланысты қалауыңызды таңдайсыз. Ал президенттік шырша тегін, оның өзіне бәрі бірдей қатыса алмайды. Биылғы жылы президенттік жаңа жылдық шырша офлайн режимде өткелі жатыр. Президенттік шыршаға жалпы ата-ананың қамқорлығынсыз қалған, көп балалы, ерекше білімді қажет ететін балалар, сонымен қатар дарынды білімді балаларды қатыстырамыз деп жоспарлап отырмыз. Жалпы республика бойынша 4 мыңнан астам бала қатысады деп жоспарлануда. Министрлік мәліметінше жаңа жыл кеші елдегі барлық білім ошақтарында атап өтіледі. Іс-шараны ұйымдастыру қаржысын әр өңір әкімдіктері бөлуі керек екен. Камшат Мұхамеджан, Данияр Омар, Ринат Өтеев, Алматы телеарнасы, Астана. Ертең Алматыда бас шырша жағылады. Салтанатты рәсім сағат 19:00-де Абай алаңында өтеді. Бұл туралы қала әкімдігі хабарлады. Жалпы биыл көшелерді жаңа жылдық ойыншықтармен безендіруде, отбасылық мерекені атап өтуде жоғары деңгейде ұйымдастырылмақ. Шырша шамдары жағылған соң эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерттік бағдарлама ұсынылмақ. Ал Қазақ мемлекеттік циркі жаңа жылдық қойылымын көптің назарына ұсынды. Ертегі және мультфильм кейіпкерлерінен құралған бағдарламаны кәсіби эквилибристер мен акробаттар және гимнасттар орындайды. Ал жануарлардан, аю мен жылқылардан бөлек мәскеулік Никулин атындағы цирктің ит мысықтары да өнер көрсетті. Айта кетейік, бірінші қойылым қайырымдылық іс-шарасының аясында жүзеге асқан еді. Алматы циркі алда әлі бірнеше ондаған бағдарлама ұсынуды жоспарлап отыр. 17 желтоқсан мен 15 қаңтар аралығына дейін жоспарланған. Осы бір айын көлемінде біз бір 30-дан астам қойылым қоямыз. Сол жақсы қала тұрғындарына, қала қонақтарына осы циркке келіп, көріп, бұл бекзада өнер өте бір мәдениеттің қиын жандардың бірі, соны келіп тамашалауға шақырамыз. Құрметті көрермен, егер бөлісер маңызды ақпарларыңыз болса, экранда көрсетілген нөмірге хабарласыңыздар, сондай-ақ WhatsApp желісі де іске қосылады. Осымен бүгін келіп түскен ақпар легі тәмам. Біз өздеріңізбен қоштасамыз. Амандықта жүздескенше.